Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 29 сабақ дауыссыз Л мен Р. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Дауыссыз Л мен Р. Біз бұл тақырыптан Л, Р әріптерінің емлесін сақтап жазатын боламыз. Және де дерек көздерден мәлімет табуды үйренеміз. 44-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Рауан. Рауан сәуле таңғы нұр, рақатқа бөлер жанды бұл. Рауанда батқан ақ таңдар, ризық сыйла сәл кідір. Р дыбысынан басталған сөздердің астын сыз. Олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Рауан, рақатқа, рауандап, ризық. Айтылуында Ы дыбыстары естіледі, бірақ жазылмайды. Келесі 45-ші жаттығу. Бұлтта берілген сөздердің бір әрпін өзгерту арқылы Л әрпінен басталатын сөздер жасап жаз. Мұнда бізге берілген сөздер жайық, бақ, бас, тайым, кезде, тай. Осылардың бастапқы әріптерін Л әрпіне өзгертіп жазып көрейік. Мысалы былай. Жайық сөзін лайық деп, жыны Л әрпіне өзгертіп жазамыз. Сол сияқты бақ, лақ, бас, лас, тайым, лайым, кезде, лезде, тай, лай. Келесі 46-ші жаттығу. Оқы. Орны ауыстырылып берілген бөліктерден мәтін құрастыр. Бізге берілген мәтін бөліктері. Бірінші. Жазғы демалыс кезі. Біз жүгерінің арамшөбін отап жүр едік. Кенет күн бұлттанып, лезде жаңбыр құйып кетті. Екінші. Кетпенді тастап қашыңдар деп дауыстадым. Үшінші. Жұрт паналар жер таппаған соң кетпен күректерін төбелеріне тосты. Мұны көріп металдың жай тартатыны есіме түсіп кетті. Енді осы берілген бөліктерді рет-ретімен жазып мәтін құрастырайық. Бірінші. Жазғы демалыс кезі. Біз жүгерінің арамшөбін отап жүр едік. Кенет күн бұлттанып, лезде жаңбыр құйып кетті. Екіншісі. Жұрт паналар жер таппаған соң кетпен күректерін төбелеріне тосты. Мұны көріп металдың жай тартатыны есіме түсіп кетті. Кетпенді тастап қашыңдар деп дауыстадым. Мәтін не туралы? Мәтін найзағай туралы. Найзағай туралы балаларға арналған энциклопедиядан біліп алып, мәтіннен Л дыбысынан басталатын сөзді тап. Найзағай. Көкте пайда болатын аса қуатты электр ұшқыны. Ол жаңбырлы күні аспанды бұлт қаптаған күндерде болады. Ол аспанда жарқ-жұрқ етіп жатады. Мәтіннен Л дыбысынан басталатын сөзді тап. Мұнда бізде Л әрпінен басталатын сөз лезде. Келесі шығармашылық үзіліс. 47-ші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі гүлді сипаттап жаз. Мұнда бізге 3 сурет берілген. Бірінші суретте ара бейнеленген. Яғни оның А әрпін алып тастаймыз, сонда ра болады. Екінші суретте ух бейнеленген, оның аяқ жағындағы ық, және қ әріптерін алып тастаймыз, сонда у әрпі қалады, рау. Ал үшінші суретте бізде шана бейнеленген. Соңғы а әрпін алып тастаймыз, сонда шан деген сөз қалады.
барлығын біріктірсек бізде раушан деген жұмбақтың жауабы шығады. Ал енді раушан гүлін сипаттап кетсек. Раушан гүлі әдемі, хош иісті гүлдердің бірі.